Азан KZ Ислам порталы ұсынады. Сағындым сені, я Расулулла. Мейірімді, рахымды, жер мен көктің патшасы, ұлы Алла тағалаға шексіз мақтаулар және екі дүниенің сардары болған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар болсын. Я Расулулла, сен кеткелі көп нәрсе өзгеріп кетті. Өмір тым күрделі жолға бұрылды. Бәрі өзгерді. Біздерден иман кетті. Шүкіршілік азайды. Көркем мінез өзіңнің кезегінде емес, мүлдем құлдырады. Я Расулулла, тіпті көпшілігіміз ұлы Раббымыздың әміріне селқос қарайтын болыппыз. Осыларды ойлағанда сенің үмметім деп, мен үмметім үшін уайымдаймын деген сөздерің есіме түсіп, қатты қиналып кетемін. Я Расулулла, мен сені қатты сағындым. Сенің өмір сүрген уақытыңды сағындым. Сенің жамағаттың ортасында айтатын өсиеттеріңді сағындым. Сенің көркем мінезіңді сағындым, я Расулулла. Я Расулулла, мен сені көзіммен көре алмадым. Тек сен жайлы естіп, кітаптардан ғана оқи аламын. Сол кездегі сезімім өзіме бағынбай кетеді. Білесің бе, я Расулулла, я Наби Алла. Кейде неге сенің уақытыңда өмір сүрмедім? Неге сенің нұр шашқан жүзіңді көре алмадым? Сен сахабалардың ортасында отырып, жай ғана нұрлы жүзіңмен күлімдегеніңде, айналаңда шуласып отырған жандардың әрқайсысына пайғамбарым маған жымиды, тек маған ғана жымиды деп ерекше сезімді сезінгендеріндей, неге мен де сезіне алмадым деген ой келетін сәттерде болады. Сол мезетте Алла тағала әр нәрсені өз уақытында және қайырлы уақытында жібереді дегенді есіме аламын да, тыпыршыған жанымды тыныштандырамын. Я Расулулла, менің бұлай өкінетін себебім мүмкін қазіргідей күнәға батпас па едік деген арманым ғана ғой. Я Расулулла, сені өте қатты сағындым. Қоштасу құтпасын тыңдағанда жаным жай таппай кетеді. Неге? Ең соңғы болып болса да өзіңнің нұрланған мүбәрәк мөріңді сүйіп қалмадым екен деп іштей қатты налаймын. Себебі сені мен махшар алаңда көре алмаймын ба деп қатты уайым шегемін. Я Расулулла, осы үшін қатты қорқамын. Я Расулулла, біздегі иман аптап ыстық күнде белгісіз жақтан жай ғана есіп өткен жел іспетті. Аптап ыстық ол біздің нәпсіміз. Сол нәпсімізге кей сәттері ғана: «Ай нәпсім, қой енді, Раббыңнан қорық» деп тыйым салатын болып кеттік. Міне, осы жай ғана тыйымның қадірі жаңағы жанды рахаттандыратын желдей ғана. Себебі қапырық ыстықта тек қана қоңыр салқында қалайсың. Бірақ мұндай сәттер
жиі болмайды. Біздің жағдайымызда көбіне осындай болып барады. Бұл да жанымды жегідей жеп барады. Я Расулаллах! Я Расулаллах! Кейде терең ойға түсіп кететін кездерім жиі болып жүр. Егерде сен біздің қазіргі халімізді көрсең, қатты қиналып қаласың ғой деген ой түйдім. Сен сол кезде ақ үмметіңнің жағдайына алаңдадың. Тіпті сол уайымнан көзіңе жас алдың ғой, я Расулаллах. Ал біз не істеп жүрміз? Әлемдердің Раббысы, я Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, егер сен болмағанда бұл әлемді жаратпас едім деген махаббатына бөленген Алланың Расулінің аққан бір тамшы көз жасына лайықпыз ба? Я Расулаллах, сен бізге әр нәрсені бисмилламен бастаңдар деп өсиет еттің. Ал біз не істедік? Тіпті ұлы Раббымыздың нәсіп еткен алдымыздағы асымызға да бисмилла деп айтуды естен шығарып ала береміз. Осындай сансыз нығметке бөліп тұрған бізді мезгіл-мезгілмен тамақтандырып, ашықтырмаған кезінде Аллаға мақтау айтуды естен шығарып ала бергенде, ұлы істерде не болмақпыз? Я Расулаллах, сен біз үшін көп қиналдың ғой. Біз қазір анамыз астымызға бір қабат салса, бұған жата алмаймын, 2-3 қабат салыңыз деп қыңқылдаймыз. Ал сен 2 қабат көрпе тұрмақ, жай ғана бір шей үстінде жаттың ғой, я Расулаллах. Тек болмашы бір шейдің үстінде. Оның арқаңа батқаны соншалық, тіпті іздері тұрып қалыпты. Неге бұлай? Я Расулаллах, неге бұлай болды? Неге сен бұлай қиналдың? Біз өзіңе лайық үммет болып жатырмыз ба? Я Расулаллах, біз асты таңдап жетім болдық. Мынаны жемеймін, мынанан қатып қалған, ананы жемеймін деп тым шектен шықтық. Ал сенше? Сен тым құрғанда бір күн тойып тамақтанбадың ғой, я Расулаллах. Дастарханда нан мен құрма тұрса, не нанды ғана, яки болмаса құрманы ғана жейтінсің. Осыларды ойлағанда мен сені сағындым. Я Расулаллах, қатты сағындым ғой. Я Расулаллах. Сен бір күні мешітте отырғаныңда бір кісінің оқыған намазын 3 рет қайтадан оқы. Намазың дұрыс болмады дедің. Сол кезде ішімді өртеген беймаза күш еріксіз көзімнен жас табызды. Сол кезде егер сен біздің оқып жүрген намазымызды көрсең, нендей күйде болар екенсің деп қатты қысылдым. Я Расулаллах, сен бекер уайым кешпепсің. Бірақ бізді дәл қазіргі күйіміздегідей болады деп ойламаған боларсың деп ой түйдім. Расулаллах, мен сені қатты көргім келеді. Ақыретте өзіңмен бірге болуды өте қатты армандаймын. Бірақ соған лайықты бола алмай жүрмін. Я Расулаллах, лайықты бола алмай жүрмін. Бұл дүниенің жалғанын біле тұрсақ та, әйтеуір бір етегін ұстап қалғымыз келетіні
айтпасақ та белгілі. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен болуды баршамызға нәсіп еткей. Әмин.